Қайрат Ағыберген, табыттағы тіршілік, 1 бөлім. Телман көзін ашып қараса, айналасы тас қараңғы, түк көрінбейді. Екі қолымен көздерін уқалап жан-жағына қарап көздерін қайта ашты. Тағы да ештеңе көре алмады. Айнала тас түнек. Шошып кетті. Басына жаман ойлар келе бастады. Осымен соқыр болып қалғаннан саумын ба? Неге ештеңе көрінбейді деп қорқа бастады. Басын көтере берген сол екен, тарс етіп шекесі тақтайға соқты. Тас төбесі сыңылдап, екі құлағы шуылдап, басы солқылдап, жан шығып кете жаздады. Ах, ойбай басым, деп қолдарымен төбесін ұстап, меңзең күйге түсті. Басы сәл-пәл айналып бара жатқандай көрінді. Алақанына жып-жылы бірдеңе жұққан тәрізді. Бұл не, қан ба? Маңдайын басып ұстаған қолдарын ақырын алып бетіне тақап қарап еді. Алақанын көре алмады. Шүйдесіне қутақтай батып бара жатқасын басын сәл көтерді. Оң қолын алға созғаны сол екен, құлашы жазылмай, сірескен тақтайларға келіп тірелді. Екі қолымен төбені сипалай бастады. Теп-тегіс қағылған тақтайларды байқады. Бұл не? Бұл не пәл өзі деп түсіне алмай елек. Жан-жағын қарманып тексере бастап еді. Оң жағы да, сол жағы да тақтайлардан құралған қабырғалар екенін білді. Өзі де еденде жатқанын енді түсіне бастады. Мен қайда жатырмын? Маған не болған? Мен неге тақтайдан жасалған қораптың ішінде жатырмын? Бұл не? Табыт па деп зәресі ұшып кетті. Бұлар мені өліп қалды екен деп көміп тастаған шығар. Мен өлген жоқпын, тірімін ғой, деді де, қолдарымен ұрғылап, екі аяғымен тепкілеп, бар даусымен қатты жанұшыра айғайлады. Ей, кім бар? Естисіңдер ме? Мен өлген жоқпын, тірімін. Мені неге тірдей көміп тастадыңдар? Ашыңдар табытты, шығарыңдар мені. Қанша айғайлағанмен, мұның даусын бәрібір ешкім естімеді. Сырт жақтан ешқандай жауап болмады. Айғайлап тамағы қарылығып, үн шықпай қалды. Ақтер көктер болып әбден әуреге түсті. Табыттың қақпағын ұрғылап тебінген сайын, тақтай арасынан сулап құм төгіле бастады. Қорқып кетті. Тынысы тарылып, ауа жетпей барады. Сабасына түсіп, сабыр сақтамаса болмайтын тәрізді. Теледидардан ат шабысқа толы кино көргені бар еді, есіне сап ете түсті. Сондай фильмдердің бірінде қылмыскерлер бір бейбақты табытқа салып тірілей көміп тастаған болатын. Сол бейшараның тағдырын енді өзі қайталап отыр. Қайтпек керек, ойланып қалды. Тап қазір ашуға ерік берсе, табыт ішіндегі уақ құрбосқа ысырап болып, тұншығып өлетін түрі бар. Неде болса сабыр сақтау керек. Қазір суық сана, ақыл парасат қажет екеніне көзі жетті. Ақылсыз ашу ажалды жақындата түсетінін біліп, өзін қолға алып, демікпе тынысын бір қалыпқа келтірді. Қуыс кеудесін толтырып кең тыныстаудың өзі, өмір сағатының сыртылдаған сәттерін қысқартпаса арттырмасы анық. Айналасын ақырын сипалап көріп еді, қолдарына ештеңе ілге қоймады. Серейген аяқтарын сермеп қалғаны сол екен, жұмсақ бірдеңеге тиді. Әдепкі кезде жастық шығар деп ойлады. Өкшесімен басып көріп еді, жастық емес екен. Екі аяғымен қапсыра қысып ұстап, жоғары қарай сүйреді. Басын сәл көтеріп, қолын созып еді, әрең ілікті. Қолға тиген затты кеудесіне қойып, алқынған демін басып, аз-маз қимылсыз жатты. Бұл не нәрсе екен деп зерттей бастады. Сөйтсе, қос баулығы бар, арқа қасатын сөмке екен. Сырмасын сырғытып ағытты да, ішіне қолсын күтті. Аузы буылған сытырлақ пакет, ұсақ түйек заттармен қауырсын құты бар екен. Қауырсын құтының су екенін сезді. Сөмкеден шығарып жанына қойды да, қолдарын қоржынға қайта сұқты. Сөмкенің түбінде біресе оңға, біресе солға ығысқан ұсақ түйек заттардың арасынан темір оттық табылды. Дереу шығарды да, сырт еткізіп жағып жан-жағына мұқият қараса, қолдан жасалған табыт ішінде жатқанын көрді. Табыт болғанда орыстардың өлген кезде жататын жайлы жұмсақ табыт емес, сұрқы қашқан сүреңсіз тақтайлардан соғылған үлкен қорап деп айтуға келетін сияқты. Қолынан іс келмейтін адамның асығыс жасаған қорап екені айтпаса да көрініп-ақ тұр. Егер мұны қолынан іс келетін ісмер жасаса, мұндай болмас еді ау. Белдікке жағалай қағылған тақтайлар дымын білдірмей жымдасып тұрар еді ғой. Ал бұл қорапты қолға түскен қисық-қисық ағаштардан құрай салған.
қобдиша қорап ішіне топырақ түспесін деп тек әншейін жасалған арзан қол дүниеге ұқсайды. Жер астының сызына төзбей быртиып ісініп, салмақты көтере алмай майысып сынып кетердей әзер тұр. Әбес қимылдайтын болса, ажалдың айтқызбай-ақ жетіп келетіні белгілі бола бастады. Аяқ жаққа жарық түсіріп қарап еді, ештеңе жоқ екен. Оттықтан шашыраған жарық сәулесін бас жаққа түсіргенде, табыттың оң жақ бүйірінде труба тәріздес түтікшені байқады. Алақанын тосып еді, болар болмас леп соғып тұр. О, тоба, тұншығып өліп қалмасын деп, ауа жолын қалдырған адамнан айналайын. Өмірімді сәлде болса ұзартты ғой, бұл болмаса қайтер едім деп, Телман осығанда шүкіршілік етті. Жанында жатқан құтының аузын ашып су ішті. Суды шалқалап жатып ішу оңай болсын ба, байқамай төгіп алды. Ей, ебедейсіз неме, бір тамшы судың қадірін білсең нетті. Суың таусылса саған енді суды кім береді? Зәріңді ішпесең деп, өзін өзі жекіп тастады. Сөмкедегі пакетті шығарып аузын ашып қараса, дүкен сөресінде сыңсып тұратын кәдуілге кептірілген қытырлақ нан екен. Ұсақ түйек заттар арасынан құрғақ майшамдар мен бір қорап сіріңке, сосын сіріңке қорабына салынған тұз табылды. Басқа бөтен ештеңе жоқ. Сіріңке қорабына салынған тұзы несі? Бұл не үшін керек? Судың да сұрауы бар, ол түсінікті, ал тұз ше? Ол не мағына береді? Бұл тұзбен ол не айтқысы келді екен деп ойға қалды. Тоқтай тұр, тұз өмірдің тұз дәмі дейік. Егер қораптағы тұз бітсе, менің де дәм тұзым таусылған ғой, солай ма? Бұл кім болды екен? Неде болса жұмбағы жұмыр, ой шұқыр, терең ойлайтын адам екен. Мен сияқты ақмаққа осындай жаза лайықты болғаны ғой деп, қорапты ашып саусағының ұшын тұзға батырып дәмін татты. Бұрын қалай байқамаған? Тұздың дәмі керемет екен ғой. Тамақтың мәні тұз, жігіттің сәні қыз деп бір ақын айтып еді. Бекерге айтпаған екен. Апырмая, қалай дәл тауып айтқан. Біз өмірдің дәм тұзын сезін алдық па? Қолда барды бағалай білдік пе? Ей, қайдам, пендешілікке салынып, бәрін санадан жырақ қыламыз. Менің де ауылым ақмақтардан алыс емес. Осының зардабын міне тартып жатырмын. Ал енді өмірімнің соңғы сәттерін қалай өткіземін? Мұназықты үнемдеп ішіп жегенде 7 күн жан бағуға болады. Сосын не істеймін? Сосын сенің саудаң бітті деді. Телман екі көз аларып, үрейлі кейіппен. Қабырға жақтағы тақтайлар арасынан шүртейіп тұрған түтікшеге аузын тақап, бар даусымен айғайлады. Ей, мен мұндамын. Көмектесіңдер. Көмектесіңдер. Бұл жолда оны ешкім естімеді. Айқайлап, әбден қалжырап шаршағасын аздап үзіліс жасап алуды жөн санады. Қытырлақ нанды талға жауғылып жатыр еді. Кенет көзі сөмкенің бүйірінен қылтиып шығып тұрған ақ қағазға көзі түсті. Алып қараса бір парақ хат екен. Жылдам көзін жүгіртіп оқи бастады. Телман, бұл табыт сенің жаңа өмірің, жаңа тағдырың, жаңа көзқарасқа жол ашатын сенің соңғы мүмкіндігің. Қуыс кеудеңде титтейде бір адами қасиетің болса, тәубеге келеді деп үміттенеміз. Бүкірді көрдізейді демекші. Осылай жасалауды жөн санадық. Ыңғайсыздық туғызғанымыз үшін кешірім сұраймыз. Егер көрден тірі шықсаң, айналаңдағы адамдарға адам деп қара. Құдайдан қорық, тәубеңе кел. Егер баяғы таз қалпыңа түсетін болсаң, енді мұнда ескерту болмайды деп жазылыпты. Хаттың соңында сәлеммен депті де үлкен сұрақ белгі қойыпты. Хатты оқып шығып Телман ой үстінде қалды. Бұл хатты жазған кім болды екен? Сұрақ белгі қойып, жұмбақтағанына қарағанда таныс адамы болды ғой. Осыншама адамға баратындай мен оған не істедім? Өткен күндерге көз жүгіртіп, істеген іс-әрекет амалдарына дереу есеп бере бастады. Жора жолдас, таныс тамыр, бизнестегі әріптестер, бақталас жандар, тума-туыс, барлығын баршасын көз алдына келді. Соңғы сәттегі кездесу есіне түсті. Алматы қаласындағы барахолка танып кеткен базарда Тайыр деген жігіттің екі дүңгіршегін тартып алған болатын. Байғұс жігіттей тепкінің астына алып, өлімші етіп сабап тастаған. Есін білмей жатқан бейшараны қоқыс жәшігіне лақтырып кетті. Тайыр жігіттерден таяқ жеп жатса да, дүние кезек деген сөзін есінен танғанша қайталаған болатын. Дүниенің кезектігіне көзі енді жетті. Мен мұнда қалай келдім? Кім әкелді бұл жаққа?
есіне түсіре алар емес. Бір есінде қалғаны түн жарымда үйіне келіп көлігінен түсіп жатқан болатын. Еңгезерде біреу ту сыртынан келіп қапсыра құшақтап, мұрнын дәкемен тұншықтырып жатқаны есінде, одан арғысы есінде жоқ. Міне, енді табытта жатыр. Тар қапаста қамалып жатқан себебін енді түсінді. Кеше ғана түкірсе түкірігі жерге түспей тұрған тәкаппар кеудесі бірдемде шарасыз күйге түсіп, түрелікке айналудың алдында тұр. Бейшара дәрменсіз халге түсемін деп кім ойлаған? Кеше ғана төбелес кішкентектермен көшеде талтаңдап жүреді. Бүгін міне жер астында Монте Кристо сияқты қараңғы қапаста қамалып қалды. Күрзі жұдырықты достарым мені негіздемей жатыр. Мен ешкімге керегім жоқ па? Осылай іріп-шіріп өлемін бе деп қорықты. Өкініп жатып өткенге тағы көз жүгіртті. Мен тағы кімдерге қиянат жасап едім? Ол байғұстардың ат жөндерін де есіне түсіре алмады. Көңіл алабұртып, мазасы қаша бастады. Көк тіреген атаман кеудесі ақырда жатқаны қалай? Менің мына жағдайымды достарым білмейтін шығар. Білсе де таба алмайды ау шамасы. Қалтамда ұялы телефонда жоқ, қоңырау шалатын. Өткен күндерді ой елегінен өткізіп, талқы тарасына тартты. Сотқар сабаздарды ойлады. Бұл рекетсымақтармен бірге қаладағы үлкен-үлкен базарлар мен дүкендерді бақылауға алғаны, салық жинағаны, талай кәсіпкерлердің кәсібін тартып алғаны, жазығы жоқ жандардың мойнына ақша жүктегені, іскер азаматтардың қолын күрмеп, аяғына тұсау салып таяқтаған есіне түсті. Айтқанын қылмай, айдағанына жүргісі келмейтін тіләзар жандардың танауын қанатқаны, кейбіреулерді тіпті емхананың жансақтау бөлімінен бірақ шығарғанына сеналар емес. Кейбіреулерді темір керуетке таңып, мүгедек қылып тастағаны былай тұрсын. Қапыда өмірден қош айтысқан жандар ойын оралды. Бұл істеген ісіне еш өкінбей, қайта керісінше мақтанып, масаттанып кеткеніне енді ғана көзі жеткендей. Шетелден келетін тауарлардан қисапсыз салық жинап, байлыққа белшесінен батты. Ішпеген асы, кимеген киімі, мінбеген көлігі қалмады. Талай шетелдерде болып, көрмеген жері, баспаған тауы қалмады десе де болады. Жоғары биліктегі безбіреулер қамқорын алғасын, қорықпай қылмыстың түр-түрін жасады. Қолға түсіп темір торға тоғытылса, нақты дәлел мен дәйектемелер жоқ деген қалталы соттардың күмәнді үкімдерінің арқасында жазадан сытылып кетіп отырды. Жетесіз жебеушісі болғасын, одан сайын есіріп, өзінен өзгені адам құрлы санамады. Қабат-қабат үй салып, қос-қосынан қатын алса да, бәрібір бірдеңе жетпей тұратын. Бұл нәпсі дегенді қойсаңшы, адамды азғырып, жолдан тайдырады екен ғой. Адамның терісін жамылып, наданның ісін істегенім қалай? Мен біреудің қолшақпары болғаным ба сонда? Бұл істеп жүргенім дұрыс па, әлде бұрыс па деп, неге бір сәт ойланбадым? Көп асқанға бір тосқан деген осы шығар шамасы. Басына бұғалық салдырмаған жүрісімнің тұйыққа тірелген жері осы болды. Бұл тығырықтан аман есен шығуым екі талай. Егер тірі шықсам, өмірді қайта бастаймын ба, әлде пенжешілікке салынып, бәрін ұмытып баяғы бәз қалпыма түсемін бе? Бәлкім осы жерде құрт-құмырсқаға жем болып өлгенімде дұрыс шығар. Құдай мені осылай жазалауды ұйғарған екен ғой. Тірліктің тір тозағын көрсін деген болар. Тірліктің тозағы осы болса, ақыреттің тозағы және азабы қандай болмақ? О, тоба, Құдай сақтасын. Әкем марқұм жол азабы көр азабы деп айтып отырушы еді. Жол азабынан көр азабы тым ауыр екен ғой. Мұндай бейнеттің тауқыметін тартамын деп ұйықтасам түсіме кірмепті. Енді не істеймін? Таңның атқаны да, күннің батқаны да білінбейді. Қай уақыт, қай мезгіл екені белгісіз. Күніңде түн, түніңде түн. Соқырлардың күйін кешкен сорлы басым, енді қайтпекпін. Пенде байғұс басына не салса да көнеді екен ғой. Не істеу керек? Өтіп жатқан күндерді есеп қалмаса, есіне жаңылатын түрі бар. Жоғарғы тақтайлардың бетіне өткен күндерді тұспалдап, белгі соқты. Кеше ғана 5 белгі сияқты еді. Қараса 10 сызықты сызып тастапты. Шынымен де 10 күн өтті ме деп таңғалды. Қанша уақыт ұйықтады, қашан тұрды, түсініксіз. Есептен жаңылып, есінен ауса бастағандай. Талға жауғылатын қытырлақ нанда бітті. Ішетін су да жоқ. Өткен іске өкініп қатты налды. Асқазаны шұрылдап қарнаша бастады. Әбден шөлдеп, еріндері кезеріп кетті. Бір кездері талқысып жатып ұйықтап кетіпті. Түс көрді. Түсінде марқұм жеңгесі ескүйдің алдында от жағып табаға нан жауып отыр екен. Қуанып кетті. Қасына жетіп барған сол екен, жеңгесі сырт айналды.
Ойбай жеңеше, бұл мен ғой Телман. Танымай тұрсың ба? Деді қуаныш қойнына сыймай. Жеңгесі тіпті басын бұрып та қарамады. Келдің бе? Саған не керек? Жеңеше, ыстық наныңнан бір үзім берсеңші, қарным ашып тұр. Қарның ашқан кезде саған жеңеше керек екен ғой. Қарның тоқ кезде адам құрлы көрмеуші едің. Тіпті ағаңның да жағдайын сұрауға жарамайтынсың. Ол байғұс төсек тартып жатқанда інім келіп қалар деп есікке елеңдеумен кетті. Сен қараңды да көрсетпедің. Жұмыс деп жүріп, әкеңді де, шешеңді де, ағаңды да адам сияқты жерлеуге жарамадың. Құдай білет деп айтайын, мен өлгенде сен тіпті топырақты салмаған шығарсың. Болса да сенен Құран дәметпеймін. Өйткені сен Құранның бір ауыз сөзін білмейсің. Содан болар өлместей өмір сүрдің. Өлмейтін пенде болама, адамның бәрі өледі. Міне, сен де өлімге бір табан жақындадың. Тас қалада талтаңдап жүргенде артыңа ерген жалғыз інің мен екі қарындасыңды үйіңнің есігінен де сығалатпайтынсың. Қатыныңның айтқанынан шыға алмай, бауырыңнан, туған туысқандарынан айырылдың. Аспаннан салбырап түскендей, әке шешеңе зіркілдеп сөйлеуші едің ғой. Есіңде ме? Сенің әлгі қабат-қабат зәулім үйіңе барғанда қайтқанша асығып отыратынбыз. Қабағыңды түйіп, атауымызды ішкізетін едің. Немене? Саралтын жалатқан сарайыңда жейтін нан қалмады ма? Менің табаға пісірген нанымды менсінбей, боққа піскен нанды жемеймін деп лақтырып жібергенің есіңде ме? Сен оны ұмытсаң ұмытқан шығарсың, ал мен оны ұмытқан жоқпын. Енді келіп, боққа піскен нанға қол жайып отырсың мұнау. Өй, түрің құрсын. Ойбай жеңеше, бір білместік кеткен шығар. Менен кешіріп қойсаң болады ғой. Мұна қайныңды. Қайын болмай қарасаң келгір. Сен кешірім сұрағың келсе, кешірімді әкеңнен сұра, шешеңнен сұра, ағаңнан сұра, іні қарындастарыңнан сұра. Сосын барып маған кел. Бәлкім сонда кешірермін. Ойбай жеңеше, ішегім шырылдап, қарным ашып өліп барамын. Тым құрыса бармақтай бөлгін бөліп берсең нетті. Қарның ашып, қадырың қашқанда ағайын туыс керек болды ма? Жеңеше, өкпе назыңды қоя тұршы, нан берші маған. Мә саған арам қатқыр деп жеңгесі қайнысының алдынан табанын тастай салды. Телман жалма-жан табаның бетін ашып қалғаны сол екен, ішінен қып-қызыл жыландар ирелеңдеп сыртқа шыға бастады. Телман шошып кетіп, табанды лақтырып жіберді. Оянып кетсе түс екен. Тілі аузына сыймай таңдайына жабысып, қатты шөлдеп жатыр екен. Құтылар да бос, ішетін су жоқ. Өлген жерім осы шығар деп жыламсырады. Иісі ауысып талқысып барады. Кенет аяқ жағында бірдеңе ағараңдағандай болды. Көздерін ақырын салып қараса, албыр-жалбыр киінген түрі жаман біреу бұйығып отыр екен. Қорқып кетті. Артқа шегініп басын көтере берген сол еді. Табыттың қақпағына бас тарс етіп соқты. Әлгі адамды аяқтарымен теуіп жіберіп еді. Кеудесіне кіріп кеткендей көрінді. Бұл не пәле? Елеспе деп қорқа бастады. Түрі қорқынышты құбыжық тәріздес бірдеңе алға қарай жылжып отырды да мысқылдап сөйледі. Сен менен қашып құтылам дейсің бе? Жоқ, енді қашып құтыла алмайсың. Сен маған келдің. Сен енді менікісің деді де жаналқымнан ала кетті. Есінен танып қалыпты. Бір кездері көзін ашып қараса тірі екен. Үсті басын сипалады. Бәрі дұрыс, сапсау екен. Астапыралла, бұл не пәле? Елеспе, құбыжық па деп өне бойы қалшылдап сала берді. Солақ екен, көзі еріксіз жұмылып қайта ұйықтап кетіпті. Түсінде шешесін көрді. Түргелбеті ажарлы, жүзінде шаттықтың нұры байқалады. Басында әдемі кимешек, үстінде әппақ көйлек киіп алыпты. Күлімсіреп тұр. Балам, шөлдеп қалдың ба? Мінекей, іше ғой деп қолбақыр толы су ұсынды. Шөлдеп өліп бара жатқасын сөзге келместен қолбақырды шешесінің қолынан жұлып алып, суды төбесіне төңкере сіміріп жатыр екен, оянып кетті. Байқап қараса, жоғарыға тартылған түтікшеден су сорғалап ішке қарай ағып жатыр екен. Дереу аузын тоса қойды. Әбден мейірі қанғанша су ішіп болғасын, бос құтыларды да суға толтырып алды. Су сарылдап тоқтамай ағып жатыр. Жаңбырдың суына ұқсайды. Егер тоқтамай ағатын болса, лезде табыттың іші суға толатын түрі бар. Жанталасып алақанмен түтікшені басып, бітеуге тырысты. Біраз уақыт қолымен қысып ұстады. Су алып кеткен қолдары талып қалғасын амалсыз жібере салды. Түтікшенің бойына жиналып қалған су ішке қарай лақ етіп ақты да, лезде сап тыйылды.
қарны ашып бара жатқасын су ішті. Су ішкен сайын қарны ашатын сияқты ма қалай? Іші қабысып қалды. Жейтін дым таппағасын табыт тақтайшаларының жаңқаларын тістелеп жұлмалап жей бастады. Адам аш болса, жыртқыштан да жаман деп бір есалаң дос айтушы еді. Қазір дәл сондай халде. Енді қанша күн амалдайтыны белгісіз. Тағы да өткен кеткенді ойлап, өзінің істеген қате кемшіліктерін тізбектеп тере бастады. Тіпті ұшы қиырына жете алмайтын тәрізді. Өзінің адасып өмір сүргеніне көзі толық жетті. Қайрат Ағыберген, оқыған Сұңғат Ғазиз. Жалғасы бар.